Сәлем, сіздермен Нұрбол Қалдыбаев. Бүгін біз информатика ұбт-да міндетті түрде келетін, яғни әрбір нұсқада 4-5 балл жинауға болатын тақырып санау жүйелерін үйренетін боламыз. Кеттік, олай болса бастайық. Жалпы санау жүйелері дегеніміз не? Санау жүйесі ол сандарды атау және жазу ережелері мен әдістерінің жинағы. Былайша айтқанда, кез келген сөйлескен кезде бір заттың санын анықтаған кезде белгілі бір сандарды қолданамыз, яғни сол санау жүйелері деп аталады екен. Мысалы, ежелгі кездері ондық санау жүйесі қалай шықты дейтін болсақ, ондық санау жүйесі адамда 10 саусақ болғандықтан 10 санмен сәйкестендірді, дәл сол сияқты айтуға болады екен. Мысалы, санау жүйелер бізде екі түрге бөлінеді. Біріншісі позициялық деп аталады, яғни яғни тұрған позициясына қарай ол өзгере береді екен. Екіншісі позициялық емес деп аталады екен. Жазып қояйық, позициялық емес деп. Яғни бұл бізде кәдімгі позициялық санау жүйесіне ондық санау жүйелері жататын болса, яғни 0, 1, 50 деген сияқты сандар болса, позициялық емес бізде не деп аталады екен? Римдік цифрлары кіреді екен. Қазір әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтейік. Мысалы, позициялық емес санау жүйесі мынау сан мына жерде тұрса да ол 10 дегенді білдіреді, мына екінші тұрса да 10 дегенді білдіреді екен. Ал позициялық санау жүйесінде мысалы 5 деген цифра былай тұрса 5 дегенді білдіреді. Ал мына жерге бір санын қойып жерсек, мынау 5 деген санды емес, ол 50 деген санды білдіріп жібереді. 50 қосу 1, 51 болып кетеді деген сияқты. Мына жерге 7-ні қойсақ, уже 50 емес, бұл 500-дік дегенді білдіріп кетті. Яғни бұның мәні өзгеріп кетті. Ал мына жерде оны қай жерге қойсаң да ол 10 санына сәйкес келіп тұрады екен. Мысалы, позициялық емес санау жүйесіне римдік цифр кіреді дедік. Римдік цифр бізде қарасақ, мына жерде 10 деген тұр, келесі сан 10, бір-біріне қосып жібере салатын едік. 10 қосу 10, қосу мына жерде 5 деген сан тұр, одан кейін 2, 1 деген сандар тұр. Яғни бұлай есептеген кезде бізде қандай сан шықты? 27 деген санымыз шығады екен. Түсінікті, дәл сол сияқты римдік сандар бар. Мына жерде мынау 1 деген санды, мынау 5 деген, мынау 10, L деген 50-ді, S 100-ді, D 500-ді, M 1000 деген санды білдіреді екен. Енді бізге керек ең маңызды ол позициялық санау жүйелері. Дәл осы тақырып. Санау жүйесінің түрлері бізде 2-лік, 8-лік, 10-лық, 16-лық болып кездеседі екен. Ең жиі кездесетін сандардың жүйесі. 2-лік санау жүйесінде қандай цифралар бар? Аты айтып тұрғаны, онда 2-ақ цифра бар екен. Біріншісі 0, екіншісі 1 деген цифра бар екен. Яғни осы 2-ақ цифрадан тұрады екен. Енді келесі 8-лік санау жүйесі бізде 8 цифрадан тұрады. Аты айтып тұрғандай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, яғни общий санайтын болсақ, бізде 8 цифра бар екен. 10-дық санау жүйесі дәл осылай нешеге дейін бізде 4, 5, 6, 7, 8, 9-ға дейін жалпы 10 цифра бар екен. Ал 16-лық жүйеде дәл осылай 0-ден 9-ға дейін 10 цифра, келесі 10 деген санды ол бізде ағылшынның А әрпімен сәйкестендіреді екен. 10 деген санды. 11 деген санды Б деген әріппен, 12 деген санды С, Д, И, Ф деген сияқты сандармен белгіленеді екен. Яғни С бізде сәйкесінше 12, 13, 14, 15-ке дейінгі сандарды F әрпімен белгіленеді екен. Қазір осы сандарды бір жүйеден екінші жүйеге қалай аударуға болатындығы жайлы түсіндіретін боламын. Келесі бізде 2-лік санау жүйесі, яғни келесі санды 10-дық санау жүйесіне ауыстырыңыз дейді. Мысалы, мынандай бізде 2-лік санау жүйесі белгіленген 0, 1, 1, 1, 0. Яғни компьютер бізде нені түсінеді? Тек қана 2-лік санау жүйесіндегі сандарды ғана түсінеді. Ал бізге ол түсініксіз. Мысалы, мына жердегі алманың бағасы 1,1,0,1,0 теңге тұрады десе, бізге түсініксіз. Бізге 250 теңге тұрады десе, бізге түсініктірек. Дәл сол сияқты мынаны сол түсінікті тілге аударып алайға 2-ліктен 10-дық жүйеге. Ол үшін біз не істейміз? Оң жақтан солға қарай не істейді екен? Дәрежелерін жазып шығады екенбіз. Бірінші 0-ден бастаймыз. 0 дедік, сосын солға қарай 1, келесі сан 2, келесі сан 3, келесі сан 4 деген сияқты осылай жазып алдық. Енді не істейміз? Біз жазады екенбіз, мынау берілген санды, мына жерде 1 деген сан тұр ғой, 1-ді көбейтеміз. Мына жерде бізде дәреже тұр, неше? 2-нің неше дәрежесі? Мынау 4 дәрежесі деп жазады екенбіз. Дәл солай келесі санды да жазамыз.
1 көбейту, мына жерде қандай санау жүйесі? Екіліктің неше дәрежесі? Мына жерде 3 дәрежесі болады екен. Дәл солай қосамыз 0 көбейту 2-нің неше дәрежесі? 2 дәрежесі. Қосамыз 1 көбейту 2-нің 1 дәрежесі. Қосамыз 0 көбейту 2-нің 0 дәрежесі. Енді осыны есептесек, бізде кәдімгі ондық санау жүйесі шығады екен. Кеттік, есептейік. 1 көбейту 2-нің 4 дәрежесі бізде нешті береді? 2-ні 2-ге көбейтсек 4, 12-ге көбейтсек 8, 12-ге көбейтсек 16. Яғни мынау санымыз 16-ны береді екен. Қосамыз 2-нің 3 дәрежесі 8-ді береді. Қосамыз, мынау бізде 0 болып кетеді, себебі 0-ге кез келген санды көбейтсең 0-дің өзі шығады. 2-нің 1 дәрежесі ол бізде 2-нің өзін береді. Қосу 0 болып кетеді, бізде шығады. Мына екеуін қоссақ бізде 10, 16-ға қоссақ 26 деген бізде қандай ондық санау жүйесіндегі санымыз шығады екен. Яғни мынау сан кәдімгі қарапайым тілде 26 деген санмен тең екен. Қиын емес, яғни облыста келсе осылай шығара беруге болады. Келесі, бізде 8-дік санау жүйесі берілсе, енді соны қалай ондық санау жүйесіне ауыстырамыз? Соны қазір үйрететін боламын. Бұл да дәл жаңағы алгоритммен жұмыс жасайды, яғни оң жақтан солға қарай жүргізеді екенбіз. Бірінші 0 деген дәреже береміз, 1, 2 деген береміз. Одан кейін не істейміз? Мынау бір санын көбейтеміз. Мына жерде 8-дік санау жүйесіндегі неше дәрежеге? 2 дәрежеге. Қосамыз, келесі сан бізде 6, көбейтеміз 8-дік жүйенің неше дәрежесі? 1 дәрежесі. Қосамыз 5 көбейту 8-дік жүйенің неше дәрежесі? 0 дәрежесі. Осыны есептесек болғаны. 8-дің 2 дәрежесі бізде 64. Қосамыз 6 жердегі 8-дің 48. Қосамыз 8-дің 0 дәрежесі, ол кез келген санның 0 дәрежесі, ол бір санын береді. Яғни 5-ке 1-ді көбейтсек 5-тің өзі шығады екен. Сонда барлығын қосқанда мынау 112, 117 шығады ма? 117 деген санымыз шығады екен. Бұл бізде ондық санау жүйесіндегі сан болып табылады. Қиын емес, келесі, енді 16-лық жүйедегі санды ондық жүйеге қалай аударамыз, соны үйренейік. Бұл да кішкене өзгешелік бар, себебі бұл жерде әріптер бар екен, қарасаңыздар. Яғни жазамыз, дәл солай 0, 1, 2 деп оңнан солға қарай дәрежелерін беріп шықтық. 1-ді көбейтеміз 16-ның неше дәрежесі? 2 дәрежесіне. Одан кейін бізде А саны. А саны деген ол қандай еді? Бағана айттық, ол А бізде нешеге сәйкес келеді? 10 санына сәйкес келеді деп айтқан болатынбыз. Сәйкесінше мына жерде қосу 10 дейді екенбізді. Көбейтеміз 16-ның неше дәрежесі? Мына жерде 1 дәрежесі. Қосамыз 9-ды, көбейтеміз 16-ның неше дәрежесі? 0 дәрежесі деп шығара салады екенбіз. 16-ның 2 дәрежесі бізде 256 береді. Оған қосамыз нешті? 16-ны 10-ға көбейтсек 160, қосамыз 9-ды. Енді барлығын қосып калькулятормен есептеп жіберсек, 256 қосамыз 169-ды тең бізде 425 шығады екен. 425 ондық санау жүйесіндегі санымыз шықты. Яғни мынау қарапайым тілде 425 санымен бірдей екен. Түсінікті, Енді сіздерден мынандай ой болуы мүмкін. Дәл осыны ондыққа айналдырдық. Енді ондық жүйені керісінше аудару қандай болады? Яғни екілікке, 8-ке, 16-лыққа қалай аударамыз? Олай болса, келесі бізде ондық жүйеден екілік жүйеге қалай аударуға болатынын қазір үйрететін боламын. Мысалы, бағанағыдай 23 деген сан шықты, Мысалы, мына жерде біз бір санды шығарып алдық қой. Дәл соның керісіншесі, ондық жүйені біз білетін санды компьютер тіліндегі екілік жүйеге қалай аударамыз, соны үйренейік. Біз бағана көбейтіп табатын болсақ, бұл жолы не істейді екенбіз? Оны керісінше бөліп жібереді екенбіз. Яғни 23 санын ондық жүйеге айналдыру үшін біз не істейміз? Екілік жүйеге айналдыру үшін екілік жүйеге бөліп жібереді екенбіз. 23-ті 2-ге бөлейік, қанша болады? 11-ден тиеді, 11-ді 2-ге өтсең 22, Азайтамыз, қанша қалды? 1 қалдық. 1 қалдықты белгілеп алайық, себебі бізге қазір ол қажет болады екен. 11-ді 2-ге бөлеміз, қаншадан береміз? 5, 10, азайтамыз, неше қалды? 1 қалды. 5-ті тағы да 2-ге бөлеміз, 2-ден береміз, неше? 4 болады. Азайтамыз, 1 қалдық. 2-ні 2-ге бөлеміз, 1-ден береміз, 2, азайтамыз, 0 қалдық. Бізде соңғы сан 1 қалды. Яғни 2 саннан кіші санға дейін осылай бөліп шығады екенбіз. Енді шыққан қалдықтарды біз не істейміз? Кері ретпен жазып шығамыз дейді. Бірінші мынау 1-ді жазамыз, 1. Одан кейін мына жердегі 0-ді жазады екенбіз. Одан кейін неше тұр?
3 бір тұр екен, 3 бір тұр екен. 2 дегенді қойып қоймыз. Сонда мынау сан ондық жүйеден, мынау екілік жүйеге осылай оңай аударуға болады екен. Түсінікті, иә? Қатты қиын емес, иә? Главный жақсылап түсініп алсаңыздар болғаны. Келесі дәл солай ондық жүйеден 8-дік жүйеге қалай аударады екеніміз көрсетейін. Ол үшін де дәл жаңағы методты қолданамыз, яғни 2/4-ті бөлеміз. Біз 8-дік жүйеге айналдыратын болсақ, 8-ге бөле салады екенбіз. 2/4 бөлу 8 бізде қанша? 25-тен түседі екен. 25-ті 8-ге көбейтсең 200 болады. Азайтамыз, бізде 4 қалдық қалады. Белгілеп алайық. 25-ті 8-ге бөлеміз, 3-тен береміз, 24, азайтамыз, 1 қалдық. Мынау 3 8-ден кіші, 3 қалдық қалды. Дәл соны не істейміз? Кері ретпен жазып шығады екенбіз. Бірінші 3-ті жазамыз, келесі мына жердегі 1-ді жазамыз, келесі 4-ті жазамыз. Бізде мына жерде 8 деп қоя салдық, болды. Яғни мынау 10-дық жүйе, мынау 8-дік жүйеге айналып кеткендегі мәні шығады екен. Түсінікті, иә? Келесі бізде соңғысы 10-дық жүйеден 16-лық жүйеге аударуда дәл солай жүзеге асады екен. Яғни берілген санымызды бөледі екенбіз енді 16-лық жүйеге. 315-ті бөлейік 16-ға, бізде неше болды? 19-дан тиеді екен. 19-ды көбейтейік 16-ға, қанша? 304 болды, 304 болады екен. Азайтамыз, бізде қанша қалды? 11 қалдық қалды. 11-ді белгілеп қойық. 19-ды 16-ға бөлеміз, 1-ден береміз, 16-ға көбейтсек 16-ның өзі. Азайтамыз, бізде қанша? 6, 7, 8, 9, 3 қалдық қалды. Мына жерде 1 қалдық қалды. Дәл осыны кері ретпен жазып шыға саламыз. 1, 3, енді осы жерде қателесіп кетпеңіздер, себебі 11 деп жазбаймыз. 11-ді неге айналдырамыз? 16-лық жүйедегі цифраға айналдырады екенбіз. Бағана айтқан болатынбыз, 11 деген сан, ол қайсыған сәйкес келеді? Мына қараңыздар, мына жердегі В деген әріпке сәйкес келеді екен. Сәйкесінше біз мына жерге не жазуымыз қажет? В деп жазуымыз қажет болады екен. Сонда бізде қандай сан шықты? 1, 3, В деген 16-лық жүйедегі санымыз шыққан болатын. Бүгін біз сіздермен не үйрендік? Екілік жүйені 10-дыққа аударуды және керісінше 10-дық жүйені екілікке. Дәл солай 8-дік жүйелерді аударуды, дәл солай 16-лық жүйелерді аударуды үйренген болатынбыз. Егер сіздерге информатика оқытудан жиі практика жасайтын, ОБТ-да кездесетін сұрақтармен жаңағыдай есептер шығарып, нұсқа шеше керек болса, бізде информатика ОБТ нұсқа жинақ кітабымыз бар. Инфология деп жазсаңыздар Каспийде, дәл осылай шығады. Сол Каспий магазин арқылы тапсырыс беріп, үйлеріңізге дейін жеткізіп беру тегін болып табылады. Сол жерден алып, қосымша 25 нұсқа 1000 сұрақтан тұратын практика жасасаңыздар болады. Немесе біздің 10-11 сыныптарға, яғни информат таңдаған оқушыларға арналған арнайы курстарымыз бар. Өте жоғары нәтиже шығаруда оқушыларымыз жыл сайын рекордтық нәтижелер шығарып, ITE-ге грантқа түсуде. Егер осы курстарымыз қызық болса, информатика, математика, қазақстан тарих, онда мына жердегі менеджердің номеріне жазыңыздар. Яғни осы менеджерге жазсаңыздар, курс туралы толық ақпарат береді, тегін ақпараттың барлығын беретін болады. Курсқа тіркелу үшін осы нөмірге жазыңыздар. Дәл солай информатика курсы 4 ай, математика 6 ай деген сияқты үйрететін боламыз. Бұйырса бірге грантқа түсіп кетейік. Егер видео пайдалы болса, онда міндетті түрде төменге грант сөзін жазып кетіңіздер. Бұйырса алдағы уақытта осындай тегін сабақтарды жиі шығарып отыратын боламын. Ой болса, барлықтарыңызға сәттілік. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.